Әсіресе мемлекеттік тілге байланысты судьялардың барлығы осы тілді жетік біледі деген мәселеде күмән туып, осы әлеуметтік желі бетінде осы туралы бірқатар жазбаларды да көріп жүрміз. Мемлекеттік тілдің дамуына тек қана тергеушілер істі қай тілде жүргізеді, тергейді. Сосын мынау арызданушы талапкерлер қай тілде береді деген принциппен жұмыс жасады. Ел президентінің айтып отырған мемлекеттік тіл ұлтаралық тілге айналу керек деген бағдарламасын, тапсырмасын орындаймыз. Осы барып жұмысын ешқандай ойланбай жұмыс істеу үшін үкімет тарапынан қандай шаралар жасау керек? Судья күндіз түні стрессте жүреді. Таңның атысы мен күннің батысымен жұмыста. Арсанға басымдық беріп тұрмыз. Үстемге қарағанда бұл мемлекеттік тілді жетік біледі екен. Ел президент осыны көтеріп отыр, заң үстемдік құру керек. Біз жаңа әділетті Қазақстан орнату үшін, құқылы мемлекет құру үшін, намысты, жігерлі қазақ ұлтының азаматтары болатын болса, қазақтың болашағын ойлаған. Мұнда тағы да айтам, ешқандай қиындық жоқ. Қадірлі ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, заң үстемдігі бағдарламасына қош келдіңіздер. Біздің бағдарламамыздың қонағы Судьялар одағының төрағасы Әмір Досжан Сарманқұлы. Досжан Сарманқұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Досжан Сарманқұлы, сізбен біз өткен бағдарламамызда Судьялар одағының мақсаты мен міндеттері, жалпы стратегиясына қатысты бірқатар ойлар мен пікірлермен бөліскен едік. Енді жалпы судья дегеніміз енді халықтың алдында өте беделді, өте жауапты тұлға. Десек те судьялар шешім шығарғанда, үкім шығарғанда халықтың арасында тілге байланысты, әсіресе мемлекеттік тілге байланысты судьялардың барлығы осы тілді жетік біледі деген мәселеде күмән туып, осы әлеуметтік желі бетінде осы туралы бірқатар жазбаларды да көріп жүрміз. Яғни мемлекеттік тілдің жалпы осы сот жүйесінде, заң саласында толыққанды өз мәртебесіне қол жеткізіп, тұғырына қону үшін қандай әрекеттер жасау керек? Енді қоғамға тиесілі нәрсе сот саласына тиесілі. Енді қоғамдағы кемшілік сот саласында да бар. Өйткені біз қоғамның бір бөлшегіміз. Енді мемлекеттік тілге келетін болсақ, бұл мәселе, мен ойлар едім, бүгінгі күні сот саласы кейінгі 4-5 жылда көп жұмыстар атқарып жатырмыз. Бұл мәселе осыдан 4-5 жыл бұрын жоғарғы соттың төрағасының күн тәртібіне қоюымен үлкен жиын өтіп, осыдан 2 жыл бұрын тағы да жоғарғы соттың төрағасының бастамасымен Нарықбаев атындағы университетпен бірге отырып, мемлекеттік тілдің сот саласындағы қолданыс аясы туралы үлкен жиындар өтті. Одан кейінгіде бүгінгі күні жоғарғы соттың төрағасы ай сайын мынау өңірдегі облыстардағы соттардан осы тіл мәселесінің жағдайы, ахуалы қалай деген жаңағы мәлімет алып отырады. Әрине, бүгінгі күні осындай іс-шаралардың арқасында ілгерілеушілік бар. Соңғы 3 жыл, 4 жылда алып қарайтын болсақ, орта есеппен 1,5-2% жыл сайын мемлекеттік тілдің қолданыс аясы сот қарау ісінде ілгерілеп келеді. Бір жағынан бұған қуанамыз, бір жағынан енді қуанатын да жай емес. Енді 35 жылға жақындаған егемендігімізде бар болғаны бүгінгі күні жылды біз жаптық 37%-бен. Сонда 100%-ға жету үшін әлі 50 жыл керек пе деген мәселе туындайды. Сондықтан бұны әрқайсымыз бұл тіл мәселесімен жұмыс жасауымыз керек. Біз іс қарау кезінде мемлекеттік тілдің дамуына тек қана тергеушілер істі қай тілде жүргізеді, тергейді. Сосын мынау арызданушы талапкерлер қай тілде береді деген принциппен жұмыс жасадық. Ал енді кейінгі заңдарда өзгеріс кіргізілді. Қазіргі қолданыстағы заңның өзін дұрыс қолдана білсек, бүгінгі күні бүкіл республикада ертеңнен бастап деп айтуға болады, әкімшілік құқық бұзушылық істер мен қылмыстық істерді 100% мемлекеттік тілде қарауға заң да бар, қарайтын адамдар да бар деп айта аламыз. Өкінішке орай қоғамда бүгінгі күні елдің барлығы орыс тіліне өте жетік. Қазақ тілін өкінішке орай өзіміздің қара көздеріміздің көбісі түсінбей жатады. Сондықтан қазақ тілінде мемлекеттікте іс қарайтын болсақ, міндетті түрде
аудармашы керек болады. Аудармашымен іс қарау бұл өте қиын мәселе. Сондықтан бірлі жарымды мемлекеттік тілді білмейтін жаңағы куә болмаса жаңағы жәбірленуші болуы мүмкін, ол сотталушы, айыпталушы да болуы мүмкін. Солар үшін мемлекеттік тілден орыс тілге ауысып кетеміз. Ал енді орыс тілде қарайтын болсақ, аудармашы некен саяқ қана кездесетін болады. Бүгінгі күні тағы да айтамын, қоғамда, біздің қоғамымызда, Қазақстанда орыс тілін білмейтін адам жоқ. Міне, осы бізді құртып отырған. Егер біздің жаңағы лауазымды тұлғаларымыз, іс жүргізетін, іс қарайтын судьяларымыз, оны қадағалайтын прокурорларымыз намысты, жігерлі қазақ ұлтының азаматтары болатын болса, қазақтың болашағын ойлаған, мұнда тағы да айтамын, ешқандай қиындық жоқ. Заңда нақты көрсетілген азамат қылмыстық істер, әкімшілік құқық бұзушылық істер Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде қаралады дейді. А енді екінші пунктте қажет болған жағдайда уәжді қаулымен ол тілді басқа тілге ауыстыру керек деп. Бұны да айтып жүрміз. Сондықтан уәжді қаулы шығарудың, мен айтамын, бүгінгі күні ол ескірген тәжірибе. Уәжді қаулы шығарудың керегі жоқ. Мемлекеттік тілде жүргізуіміз керекпіз. Міне тағы да мен осы әріптестерімді осы эфирді пайдалана отырып тағы да шақырамын. Құрметті әріптестер, заңды дұрыс қолданайық, заңды дұрыс пайдаланайық. Енді заң нақты айтып тұр ғой, мемлекеттік тілде деп. Ал енді жаңағы екінші бап айтатын болса, жаңағы бөлімі 30-ші баптың уәжді қаулымен басқа тілге ауыстыруға болады, соның ішінде орыс тіліне деп. Үшінші бөлім айтады, қажет болған жағдайда жаңағы іс жүргізу тілін білмейтін азаматтардың құқықтарын конституциялық бұзбас үшін оларға аудармашы тағайындауымыз керек. Міне бітті. Осы екі қаулын шығарып қойсақ, ешқандай сұрақ туындамайды. Мемлекеттік тілде қаралатын істердің санын арттырамыз. Санын арттыра отырып, ел президентінің айтып отырған мемлекеттік тіл ұлтаралық тілге айналу керек деген бағдарламасын, тапсырмасын орындаймыз. Ал енді мемлекеттік тілде жүргізіп, оны білмейтін азаматтарға аудармашыны қолданып іс қарайтын болсақ, онда басқа ұлт өкілдері, біздің қандастарымызда мемлекеттік тілді өзінің ана тілін білмейтін азаматтар мемлекеттік тілді білу керек қажеттілігін туындатамыз. Міне бұл мәселені де ел президенті айтып отыр. Мемлекеттік тілді білудің қажеттілігін қоғамда туындатуымыз керек. Міне осындай мәселелер туындайтын болса, бұл сұрақтың шешілуі алысқа бармайды. Ал енді өкінішке орай тағы да бүгінгі күні қараңыздаршы, қай мемлекетте бар, болмаса естідік біз, сол елдің судьясы, сол елдің прокуроры, мен мемлекеттік тілді білмеймін, сондықтан мемлекеттік тіл туралы тілде қаралатын істі мен қарамаймын деген осындай қағида бар ма екен? Өкінішке орай біздің елімізде бар. Көптеген судьялар мемлекеттік тілді білмеймін, мемлекеттік тілде іс қарамаймын деп өздері арыз жазып, өздерін жаңа автоматтық дейміз ғой, автоматтық бөлу жүйесінен алып тастап отыр. Бұл енді өте ұят нәрсе. Осыған байланысты, осыдан 5-6 жыл бұрын мен жоғарғы сот төрағасына, өңірде қызмет етіп жүргендімде, жоғарғы сот кеңесінің төрағасына хат жазып едім. Бүгінгі күні осы мәселеге назар аударуымыз керек. Қазір де бүгінгі күні де бұл мәселе күн тәртібінен түскен жоқ. Бүгін де осы мәселені қолға алуымыз керек. Мемлекеттік тілді білмейтін азаматтар судьялық, жалпы бүгінгі күні қоғамда көтеріліп жүр ғой, мемлекеттік қызмет атқаруға олардың құқығы жоқ деп. Осы принципті біз іске асыратын уақыт келді деп есептеймін. Сонда ғана біз жаңағы мемлекеттік тілде іс қарау бойынша ешқандай жаңағы сұрақ туындамайды. Бүгінгі күні әрине әр өңірлерден біз бүгінгі күні жинап жатырмыз. Жалпы судьялардың неше екендігін, ол судьялардың ішіндегі неше пайызы мемлекеттік тілде де орыс тілінде де істі қарай алатындығын. Сондықтан осы мәселе де біздің күн тәртібімізде тұрады. Осы мәселенің айналасында сауал туындайды. Енді әрине бір күнде бүкіл жаңағы шешім үкім мемлекеттік тілде шығып кетпейді. Бір күннің ішінде сот процесі тұтастай қазақ тіліне ауыспайды. Ол үшін аудармашылар мәселесін, аудармашылар институтын күшейту мәселесі тұр. Дегенмен біздің білуімізше әлі күнге шейін қоғамда аудармашылардың жалақысы, төленетін қаражат мәселесі шешілген жоқ. Үкімет бұл мәселені қашан қолға алады? Сот бұл мәселеде қашан белсенді болады? Енді бұл әрине өзекті мәселе. Бұл мәселені қаншама көтердік. Осыдан жаңа мен айтып кеткен 22 жылғы желтоқсан айында өткен үлкен жиында да көтердік. Ол жерде де депутаттар қатысты, үлкен лауазымды азаматтар қатысты. Осы мәселемен біз үкіметке хат жазған едік. Қарар қабылданған еді. Сол баяғы жартас күйінде қалып тұрмыз, өкінішке орай.
міне бүгінгі қараңыз, 92 жылғы қабылданған өкіметтің қаулысымен бүгінгі күні аудармашыларға жаңағы нәпақа төленеді. Ол бір сағатыңыз 300 теңге қылмыстық біреу бойынша 1000 теңгеден асады. Сонда бүгінгі мен 8 сағат жұмыс жасайтын болса, жаңа аудармасы. Қараңызшы, жаңа 300 бірдеме теңгені көбейтіңізші 8-ге, неше болды? Ол тиын ғана. Сондықтан аудармашылар қызықпайды процесті, біздің сот процесін ауыстыру. Басқа аудармашылар, олар енді жаңағы келісім шарт бойынша үлкен суммаларға аударылып жатыр. Заңда аударылып жатыр, басқа да көптеген құжаттар орысша қабылданып, сосын аударылып жатыр. Ал енді жаңағы сот процесіне аудармашылар келмейді. Келсе де білімдері төмендеу болады. Сондықтан барып осы жерде көптеген қиындықтар туындайды. Жаңа менің судьялардың өзі, мен екі тілді жетік білгеннің өзінде де, сол қазақ тілінде болмаса жаңағы мемлекеттік тілді қараған кезде аудармашыны қатыстыру мәселесіне қашқақтайды. Көрдіңіз ба? Содан кейін барып бұл мәселе, оны біз енді көтеріп жатырмыз, айтып жатырмыз, қалай шешеміз? Бүгінгі күніміз біз оны шешіп жатырмыз, өзіміздің мамандарымызды тартамыз. Әр сот өзінің жаңа қарамағында істейтін жаңағы мамандар болады, соларды аудармашы ретінде тартып жатыр. Ал енді жаңағы қолымызды жүрегіміздің үстіне қойып айтатын болсақ, бұл қаншалықты заңды. Сот саласында, соттың қабырғасында қызмет істеп жатқан мемлекеттік қызметшілердің іс барысында жаңағы аудармашы рөлін атқаруы. Бұл да сұрақ. Енді бұл судьялар бұны жетіскеннен барып жатқан жоқ. Жаңағы орысша айтқанда безвыходный, басқа шешім жол жоқ болғаннан кейін өздерінің күшімен осылай шешіп жатыр. Бұл енді өте дұрыс айтып отырсыз, уже шешімін табатын мәселе. Енді болашақта сіз мына судьялар одағының төрағасы ретінде мүмкін үкіметке ұсыныс білдіріп, осы мәселені толыққанды түбегейлі шешіп беретін шығарсыз деп ойлаймын. Себебі бұнымен де айналысып, белгілі бір нәтижеге қол жеткізу керек деп санаймын. Шын мәнінде өте өзекті мәселе. Енді жаңа осы жерде тағы да бір сауал туындайды. Судьялардың арасында мемлекеттік тілді білмейтіндері, осы өз еркімен бас тартатындары бар деген сөз. Бар деп айтқаннан кейін, біз қазіргі таңда бүгінде қабылданып отырған судьялардың қатарында қазақ тілін білуді, мемлекеттік тілді меңгеруді қаншалықты тексеріп жатырмыз? Жаңа келген судьялардың барлығы толыққанды мемлекеттік тілді жетік біледі деп айта аламыз ба? Өте орынды сұрақ. Өкінішке орай сол баяғы қарқында жұмыс жасап жатыр деп мен ойлаймын. Бүгінгі күні қараңыздар, облыстық сот төрағасын, алқа төрағаларын біз тағайындағанда сол жерге екі адам альтернатив дейді ғой, жаңағы екінші адамды, қосалқы адамды қосамыз. Сонда екі адам қосылған кезде қай қызметке болмаса жаңағы жай лауазымдық судьяға бір Астанада, басқа да үлкен қалаларда 100-дің ар жақ бір жағында бір орынға адам таласады. Бір орынға 190 адам таласады. Сонда елеп келген кезде соңғы қалған азаматтарды былай қойып таразының басына тексерген кезде айтса, біз мына Асанға басымдық беріп тұрмыз. Үсенге қарағанда бұл мемлекеттік тілді жетік біледі екен. Сондықтан осыған біз бүйрегіміз бұрды деген шешім болса, міне осы жерде тағы да мемлекеттік тілді білудің қажеттілігі туындайтын еді. Ол тетікті енгізу қиын. Ол енді тетікті енгізетін, жаңағы айтып отырмыз, жоғарғы сот кеңесі бұны енгізсе, бұл құба-құп болатын еді, тағы да айтамын. И ең негізгісі жаңағы президентіміздің алдымызға қойып отырған мемлекеттік тілді білу қажеттілігін туындататын еді. Мінекей бұл жаңағы нақты қолға алатын болсақ, бұл онша қиын мәселе емес. Біз енді барлығымыз студент болдық, сол кезде мынандай бір анекдот бар еді ғой. Ертең жапон тілінен емтихан тапсыраматын болыппыз осы сессияда деп айтады дейді. Біреуі, сөйтсе екінші сұрайды дейді, қашан деп. Ертең десе, онда үлгереміз деп айтады. Сол сияқты қажет болған жағдайда әр нәрсені үйреніп аламыз. Жақсы, енді жалпы судья деген кезде, енді кез келген осы қоғам мүшесі, қарапайым халық дейік, судья толыққанды материалдық тұрғыдан қамтылған, айлығы жоғары, бір жағынан ешқандай тұрмыстық мәселелері бар, тұрмыстық мәселесі шешілмеген, жағдайы қиын адам деп қарастырмайды. Міндетті түрде судья деген кезде, судья өте жағдайы жақсы, ауқатты, дәулетті, өз-өзін қамтамасыз еткен тұлға деп қарастырылады. Сіз енді судьялар одағының төрағасы ретінде бір жағы, екінші жағынан кәсіподақ дегеннен кейін олардың тұрмыстық, тағы да әлеуметтік мәселелеріне қатысы бар азамат ретінде жалпы жағдайды қалай көресіз? Судьялардың бүгінгі таңда барлығы бірдей,
материалдық тұрғыдан қамтылған ба? Енді айттық қой, осы қоғамда тұрғаннан кейін біз де осы қоғамдың бір мүшесіміз. Осы қоғамдағы шешілмей жатқан мәселе әрбір жанұяның, судьялардың жанұясында да бар деп айтуға болады. Мысалға қараңыз, судьялар қатардағы судья болса, ол бір жерде жұмыс жасайды. Ол жерде ұстағаннан кейін, бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін бе жаңа пәтерін алады, сонымен тұрады. Ал кейбір жағдайда судьялар бір өңірден екінші өңірге ауысып отырады. Сондай мәселелерді ескере отырып, заң шығарушы орган судьяларға 6 айдың ішінде тұрған жеріне байланысты пәтермен қамтамасыз ету керектігін заңда нақты көрсетті. Судья және судьяның мәртебесі туралы конституциялық бізде заң бар. Өкінішке орай осы заң толыққанды жұмыс жасамай жатыр. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып кеттіңіз, 1-2 ай ғана болды біздің осы қоғамдық жұмысқа араласып жатқанымызға. Қазір мен осы мәселені тереңірек зерттеп жатырмын. Көп жағдайда осы заң жұмыс жасамайды екен. 6 айдың ішінде заңда көрсетілген жаңағы пәтерге қолы жеткен судьялар санарлық қана. Ал енді қаншама жылдап, айлап, бірнеше жылдап пәтер ала алмай жүрген судьялар жеткілікті. Сондықтан бұл мәселе судьяларға тиесілі деп айтамын. Енді бүгінгі күні біз айтамыз, мемлекеттік билік 3 тармақтан тұрады дейміз. Бұл 3 тармақ тепе-тең дейміз. Заң шығару, атқарушы билік, сот саласы дейміз. Тепе-тең дейміз. Бірақ өкінішке орай сот саласыны осы жерде тағы да, қалай деп айтсам болады, басқа жаңағы тармақтарға қарағанда жетім баланың күнін кешіп жатқан сияқты көрінеді маған. Тағы да келетін болсақ, бүгінгі күні аудандық акиматтарда ғимараттары авариялық, апаттық жағдай, болмаса бүгінгі талапқа сай келмейтін жоқта жоқ. Ондай мен көрген емеспін, естіген емеспін. Қазір тексерсек те ондай мәселе болмайды. Ал бізде судьялардың қауымдастығымызда бұл мәселелерде көптеген сұрақтар бар. Бүгінгі күн талабына сай келмейтін қаншама ғимараттар бар. Апаттық жағдайда деп танылған бірнеше ғимарат бар екен республикамызда. Міне, оның өзі көп мәселені айтады. Сондықтан мынау биліктің бір тармағы болып есептелетін сот саласына әлі де оң көзімен қараса екен дейміз басқа биліктер. Шетелдік практикада, мысалы Қытай мемлекетінде судья лауазымында немесе прокурор лауазымындағы тұлғалардың барлығы материалдық жағынан қамтылған ба? Бірінші оларды жұмысқа қабылдау кезінде соған өте үлкен назар аударылады екен. Егер ол кісінің банкте есебінде қаражаты бар болса, немесе ол қосымша отбасында бір кәсіппен айналысып жатса, ешкім қарсы келмейді, қайта құптайды екен. Себебі ол жағдайы материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілген тұлға ретінде ешқандай параға жол бермейді, жұмысты әділетті шешеді деп. Біздің судьяларымыз алаңсыз, бала шағасына алаңдамай, баспанасы жылы, жақсы болып, осы барып жұмысын ешқандай ойланбай жұмыс істеу үшін үкімет тарапынан қандай шаралар жасау керек? Оның да жанұясы бар, оның да бала шағасы бар. Сондықтан оған бүкіл жағдайды жасалу керек. Бұл жерде заңның өзі көрсетеді. Жаңағы мен айтып отырған сот және судья мәртебесі туралы заңда айтылады. Судьяның жаңағы әлеуметтік жағдайы толыққанды жасалу керек. Судья жаңағы айлық табысы өзінің жоғарғы мәртебесіне сай болу керек дейді. Енді қай мемлекеттік қызмет туралы осыны айтады? Облыстың әкімі туралы былай айтылмайды заңда. Министр туралы айтылмайды, премьер-министр туралы айтылмайды. Міне судьялар туралы осылай заңға жазып отырмыз. Өкінішке орай, ел президентінің айтып жүргені заңның үстемдік кей кезде құрмай жатқандығын біз осы жерден тағы да көреміз. Ел президент осыны көтеріп отыр, заң үстемдік құру керек. Біз жаңа әділетті Қазақстан орнату үшін, құқылы мемлекет құру үшін заңның үстемдік құру керек дегеніміз, бұл заңның өзінің жаңағы әрібімен орындалуы. Міне осындай судьяларға заң жазылды. Бірақ жаңа айтып отырмын ғой, баспанадан бастап басқа да мәселелерде осы мәселе орындалмай отыр, өкінішке орай. Енді айта берсек көп мәселе, біздерде жаңағында айлық бүгінгі күні салыстырмалы түрде келеді ғой. Салыстырмалы түрде келген кезде енді атқарушы биліктен өкілдерімен салыстыратын болсақ, сот саласындағы ол жерде де төмендік бар. Сондықтан бүгінгі күнгі сот саласының айлығы көтеріледі, жылдан жылға көтеріп жатыр. Қазіргі кезде біз айлық мәселесін судьялар өздерінің қолына алды. Бүгінгі күні соттың бюджеті осы 1 жылдан асты міне. Бұрынғыдай емес, жыл сайын белгілі бір соманы бізге бермейді. Біз бүгінгі күні жылдың басында 6,5% төмен емес мынау мемлекеттік қызметкерлерге бөлінген бюджетті өзімізге аламыз да,
соны өзіміз жаңағы жұмсаймыз. Қай жаққа айлыққа қанша береміз, басқа мәселелер. Соның арқасында біз қазір енді айлықты судьялар мемлекеттік мекемелердің ішінде жақсы алады деп айтуымыз болады, ортан қолдай аламыз. Бірақ бұл мәселені әлі де айлығын судьялардың көтеруді талап етеді. Өйткені бір ғана мәселе, судьялардың қызметінде енді қаншама айтып отырмыз ғой, жаңағы қиындықтар бар. Ол жаңағы баласын жаңағы садикке апару, басқа мәселемен айналысатын оның уақыты жоқ. Мысалға, таңның атысы мен күннің батысымен жұмыста. Сондықтан жаңағы балаларына не қылама, басқа не қылама, сондайдың барлығын қаражатын судьяны жауып отыру үшін, судья алаңдамай жұмыс жасау үшін оның айлығы жаңа заңда көрсетілгендей. Оны біз қалап отқан жоқпыз, заң шығарушы орган соны белгілеп, осындай жаңағы ерекшелікті бізге беріп отырғаннан кейін сол ерекшелік орындалу керек деп есептейміз. Мысалы, әскерилерге, немесе құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне баспана жалдау үшін, немесе тағы да басқа қосымша қаражаттар бөлінеді. Ол енді былай айтқанда толық мемлекет тарапынан қамтамасыз етіледі. Дәл сондай жағдай сот жүйесінде бар ма? Енді өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Біз енді осы мәселені қазір көтерейік деп отырмыз. Енді біз айтып отырмыз ғой, жаңа судьяларда заңда көрсетілген 6 айдың ішінде пәтер берілу керек. Ол берілмей жатыр, жаңа айтып жатырмыз. 6 айдың ішінде де 4 ай, 5 ай деген ол әжептәуір мерзім. Ал енді басқа жаңа сіз айтып отырған біздің әріптестерімізде олар келген күннен бастап пәтер ақысын алады. Сонда біз айтамыз, енді бүгінгі күні айтамыз, жақсы, 5 айда бересіздер ме сіздер бізге, 6 айда бересіздер де, болмаса 1 жыл, 2 жылда бересіздер ме? Бірақ қызметке кіргеннен бастап жаңағы басқа біздің әріптестеріміз сияқты осындай жеңілдік бізге жасасаңыздар деген ұсынысты біз кіргізейік деп отырмыз. Құда қаласа, оны қабылдайды, қабылдамайды, оны көреміз. Орындалып кетсін деп тілейміз. Енді жалпы енді сот жүйесінде өте бай айтқанда істерде адам денсаулығына әсер ететін факторлар өте көп. Өйткені ауыр істерден кейін судья шаршап шалдығып шығады. Сондықтан да судьяның денсаулығы өте бір маңызды назар аударатын мәселе деп қарау керек шығар. Әсіресе енді осы одақ, осы бағыттарда өзіңіз енді бір жағынан спортты ерекше қолдайтын мықты ұйымдастырушы әрі спортшы ретінде түрлі мына спорттық шараларды жиі ұйымдастырасыздар. Болашақта да енді спорттық шаралар жасайтын шығарсыздар, дегенмен оларды жаңағы судьяларға қажетті сапалы емханаларға орналастыру, олардың денсаулығын үнемі қадағалап отыру мәселесі бар ма? Ол бар болған жағдайда қалай шешілуде? Күндерінде тұрған мәселе шешімін таппай келе жатыр неше жылдан бері. Бізде мынау жоғарғы соттың судьялары мен сот қызметкерлері ғана мынау УДП дейміз, соған бекітілген. Ал басқа жергілікті жердегі, Астананың өзіндегі, басқа да мынау облыстардағы не судьялар, не сот қызметкерлер ешқандай жаңағы медициналық мекемелерге бекітілмеген. Осы мәселе көптен бері көтеріліп жатыр, бірақ әлі шешімі таппай келе жатыр. Бұл мәселені тағы да көтереміз, бірақ енді алдағыны Алла біледі дейді қызық айтады. Енді судья шын мәнінде әділеттіліктің, төреліктің, нағыз шыншылдықтың символына айналу үшін ол жан-жағынан денсаулық болсын, спорт болсын, қажетті нәрселері болсын, барлығынан қамтылу керек. Сол себепті енді осы сұрақтарды жиі қойып кетіп мазалап отырсам айып етпеңіз енді. Себебі бұның барлығы көтерілу керек еді. Меніңше судьялардың бұл мәселелерде әлі де сауалдары көп. Енді мен екінші тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Әсіресе енді азаматтық істерде енді азаматтар өзі көңілі жаңағы толмаса да, бірақ енді сол жердегі сол көңіл күймен кетіп, ал қылмыстық істерде, әсіресе аса ауыр істерде судья сол істі қарағаннан кейін өзінің қауіпсіздігіне жаңа қиналуы мүмкін. Мәселен, бір өте үлкен қылмыстық топ істі қарап, кейін сол судьяның өміріне нұқсан келтірмей ме? Сол мәселелер қалай шешілуде? Енді бұл жерде заңда қарастырылған барлығы қажеттілік туындаған кезде жаңағы судьяның қауіпсіздігін жаңағы күндіз-түні қадағалайтын шешім шығаруға болады судьяның өзіне. Жаңағыдай үлкен істі қараған кезде өздеріңізге белгілі, мына Астанада болған үлкен істер болды, басқа да істер болып жатыр. Сол кезде бұл заңда бәрі қарастырылған, бұл мәселе өз шешімін тапты деп айтуға болады. Ал енді жалпы жаңағы әлеуметтік жағдайына қарайтын болсақ, судьялардың психологиялық жағдайына қарайтын болсақ, әрине бұл іс қарау оңай дүние емес. Судьялар 24 сағат судья деп бекерге айтпайды. Мысалға бір күнде қаншама іс қарап жатыр. Ол қаралады, шешім қабылдайды. Шешім қабылдардың арасында жаңағы енді айтады ғой, 9 ай 9 күн көтерген деп. Сол сияқты әрбір істі толғанып шешеді судья. Ол шешім қабылдады.
ол шешімі келесі апелляциялық сатыға барады. Одан кассациялық сатыдан өтеді. Осының барлығының бір ісі өткенше бұл кісі деген қандай күйде жүреді. Ал енді жаңағы ісі қате шешім қабылдансын, беттен аулақ қылсын. Болмаса жаңағы бір өрескел қате жіберіп қоятын болса, ол судья жұмыстан айырылады. Міне сол сияқты судья күндіз түні стрессте жүреді. Сондықтан да біз тағы да бір көтерейін деп отырғанымыз, мысалға мынау көрші біздің әріптестеріміз жаңағы 45 күн болмаса 2 айға дейін мысалға демалыс болады. А бізде судьяларға неге болмасқа деген сияқты. Мысалға бүгінгі күні мынау шетелдердің бұрынғы одақтың сосын оның ар жағындағы шетелдің тәжірибелерін қазір көп зерделеп жатырмыз. О жақта не бар екен? Мынау бізде жазылған, заңда жазылғанның өзі орындалмай жатыр. Ал енді біздің заңда жазылмаған, басқа да біздің жаңа әріптестеріміз басқа елдерде. Енді сәл болса біз айтамыз ғой, ойбай Европада мынандай екен, Америкада мынандай екен. Олай болатын болса, олардың судьялары қандай жағдайда жұмыс істейді екен? Соны көрейік, соны зерделейік. Соның жақсы жақтарын әлі болса да, енді осы уақытқа дейін де сол жақтан алып келе жатырмыз ғой, жақсы жақтарын. Енді тағы да қалып кеткен жақтары бар ма, тағы да зерделейтін жақтары бар ма деген мәселемен біз енді ары қарай да айналысамыз. Сондықтан бұл енді күнделікті құбылыс, бұл өмір болғандықтан ол әр нәрсе өзі туындаған сайын шешімін тауып отыру керек мәселе. Керемет әңгіме болды деп санаймын. Досжан Сарманқұлы, біраз мәселені көтердік. Сізге келгеніңізге, осы ой бөліскеніңізге рахмет. Бағдарламамыз аяқталды. Келесіде көріскенше аман болыңыздар.